Ел жаңалықтарына оралайық. Жамбылда 250 миллионға салынған темір жол үсті өткелі жылға жетпей бүлініп кетті. Ал жедел сатысы болса ашылу салтанатынан кейін-ақ істен шыққан. Соның салдарынан бір азаматтың аяғы қысылып, қолы сыныпты. Оны Жамбыл ауданы әкімдігіндегілердің өзі растады. Ауылдықтар асыға күткен аспалы көпір көпшілікті неге қинап қойды? Әрі қарай аймақтағы әріптесім Дәурен Доғдырбай айтсын. Аса ауылындағы шойын жол үстіндегі мына алып өткел өткен жылы пайдалануға берілген. Көп күттірген көпірді көруге ауданмен қатар аймақ басшысы да келген. Ақжағалылар жамандығын жасырып, мақтауын қатты асырып қойса керек. Атқамінерлер кеткен соң көп замай жедел саты істен шыққан. Кейін ауыл азаматтары екі оқыс жағдайдың болғанын жеткізді. Адам жарақат алып жатыр. Оны олар жасырып жатыр. Техникалық талаптарына бұл лифт сай келмейді. Бұның мысалы көтеретін несі салмағы вообще сай емес. Оны мысалы құжатсыз ақ көруге болады да мына. Көтермелі құрылғының бұзылғаны былай тұрсын. Жан-жағындағы электр сымдары айқара ашық күйде жатыр. Тіпті тоқсымдарының қорабы құлтанбапты. Ал жедел сатының жұмыс істемегеніне 1 жыл болған. Ой, лифті беріледі, тек инвалидтерге, тек карлерге беріледі деген бірде көрген жоқпыз. Бірде лифтіге шыққан жоқпыз, істеген жоқ мынау. Мынадан шығамыз өліп тіріліп, деп. Әлеуметтің өтінішінен кейін жергілікті билік арнайы жұмыс тобын құрып өткелге барғандарын айтады. Аудан әкімінің орынбасарының өзі жедел сатыға мінгенде құрылғы істен шығып толық жүрмей қалыпты. Содан кейін атқамінерлер мердігерді сотқа берген екен. Серіктестік жозықсыз деп танылып, кеткен кемшілікті қалыпқа келтіруге міндеттеліпті. Түсіп, көтеріліп, жаңағы тексердік жұмысшы топпен бірге кезде. Соңына шейін жеткен жоқ, рас. Ол мердігердің өзі де тұрды. Сонымен бірге өзім шықтым, басқа азаматтарды мінгізген жоқпын. Әкімдік жедел саттан бөлек тексеру кезінде баспалдақтың 64 дана төсеніші бүлінген байқапты. Енді өзге де кемшіліктердің бар жоғын анықтау үшін тәуелсіз сарапшылар тартылмақ екен. Дәурен Доғдырбай, Еуразия бірінші арнасы, Жамбыл облысынан.